осы біреудің күйеуіне көзі түсіп, біреудің некесін бұзатын келіншектер, ренжімеңіздер. Сіздер шайтанмен контракт жасаған әйелсіздер. Себебі басы деген ол қасиетті нәрсе. 20 жыл өмір сүрген еркектің артында әйел бар, бала шаға бар, алды 20-ға келген. 20 жыл бұрын қыздай болып қосылған әйелі оның бүкіл ыстық күйігіне дым жоқ кезінде тірек болып, сонымен бірге жасасып, азамат етті. 40-қа келді, 50-ге келді, біреудің дайын күйеуіне көз салып, дайын нәрсені иеленіп, сіз енді отау ішіне отау тігіп бақытты болуды ойламай қойыңыз. Сіз Құдай қосып тұрған жоқ сіздерді, сайтан қосып тұр. Ренжімеңіздер. Өйткені қарғыс арқалап тұрсыз да, оның алдындағы, ол күйеуінің алдындағы 20 жыл еңбек сіңген әйелдің көз жасы, балалардың наласы сізді бақытқа жетелемейді, ойламай қойыңыз. Ұлы махаббат, ойбай, мен біреудің күйеуін сүйреп алып кеткен жоқпын, жетектеп алып кеткен жоқпын, оның өзі келді демеңізші. Әйелдер ыңғай бермесе, әйелдер айналайындар, ыңғай беріп, бір иығын беріп, ана еркекке езулеп тұрмаса, ешқандай есі дұрыс еркек сені сүйреп, көңілдес етпейді, төбелеп отырып тоқал етпейді. Бүкіл пәле өздеріңізден, осы райларыңыздан қайтпасаңыздар, ертең артында ұрпақтарыңыз сорлайды. Жақсылық деп ойламаңыздар.